Облыс аумағында жыл санап құрылыс қарқын алуда. Әсіресе тұрғын үйлер мен кәсіпкерлік нысандар көптеп бой көтеруде. Осы орайда олардың тиісті талаптарға сай салыну керектігі айтпаса да түсінікті жайт. Өз кезегінде бұл жұмыстардың барысы жергілікті биліктің жіті назарында болғаны жөн. Дәл осы мәселелер облыс әкімінің төрағалық етуімен өткен құрылыс нормаларын бұзып жүргізілген заңсыз құрылыс нысандары және лицензия беру тәртібін реттейтін заңнамаға талдау жасау, саладағы жұмыстарды жетілдіру, қала кадастры мен геотоптарды цифрландыру бойынша өткен жиынның күн тәртібінде шығарылды. Бүгінде облыс орталығында қызыл сызықты көз келмеген 103 нысан анықталған, оның көбінің құрылысы тоқтатылды. Тіпті бой көтерген ғимараттарды қайта бұзу фактісі де бар. Аталған мәселенің орын алуының басты себебі құрылыс нысанына жер бөлуге жауапты мекеменің өз жұмысына ат үсті қарауынан болып отыр. Тиісті жер телімін пайдалануға бере отырып, ондағы ғимараттың қала келбетіне тигізер әсерін зерделеуге келгенде, облыс әкімдігінің сәулет және қала құрылысы басқармасы міндетін толық орындамай келеді. Салдарынан кәсіпкерлер мен қала тұрғындары қыруар шығынға батуда. Өз кезегінде салалық басқарма басшысы өзі жетекшілік ететін құрылым жұмысындағы шикілікті кадр тапшылығымен байланыстыруға тырысып бақты. Алайда өңір басшысы жұмысты жетілдіруде кадр тапшылығынан бұрын оны ұйымдастыра білуге айрықша мән беру қажеттігіне тоқталды. Сондай-ақ өз сөзінде облыс әкімі тұрғын үйлердің бірінші қабатын коммерциялық мақсатқа қолданысқа беру тәжірибесін әлі де жан-жақты талдау қажеттігіне тоқталды. Сәйкесінше аталған орындарды коммерциялық мақсатта кәдесіне жаратқан кәсіпкерлерді тұрғын үйдің сыртқы келбетін жақсартуға міндеттеу жайы да сөз болды. Мұнан бөлек өңір басшысы жауапты тұлғалардың назарын қаладағы аялдамаларды бір типті ету, сыртқы жарнаманы орналастыру, коммерциялық нысандарды мақсатты пайдалану жайын аударды. Айбол Қараш, Нұрат Таубай, жаңалықтар қызметі.